біреудің жетістігін не біреу қалай жетістікке жеткен кітаптарын оқымаңдар, ол пайдасыз кітаптар. Олардың істеген қателіктерін оқыңдар. Сонда олардың қателіктерін сендер оқысаңдар, ол қателікті қайталамасаңдар, соның өзі сізге былай да жеткілікті. Өйткені бірінші мақсат ол бір жетістікке жету емес, ол бірінші мақсат аман қалу. 3 жыл бойы бизнесті басқара білу. Сосын ары қарай кетесіздер. Сондықтан тәжірибе жинау. Сұхбаттарыңыздың бірінде сіз айтып қалдыңыз, мен Қазақстанда ең көп қателік жіберген, жасаған бизнесменмін. Мен ең көп ақша жоғалтқан бизнесменмін дедіңіз. Бұл орайда енді сізден сұрауымыз керек шығар. Бизнесті бастайтын адамдардың ең көп, ең жиі жасайтын 5 қателігін атап берсеңіз. Ал енді жаңа айтып кеттіңіз ғой, мен айтып жүрген нәрселерім ол, мен ең көп қате жасаған адаммын, ең көп ақша жоғалтқан адаммын. Ал енді былай қарайтын болсақ, мысалы айталық, мынау бірінші жағы жаңа қателікпен ақша жоғалту, екінші жағы не? Ол тәжірибе. Тәжірибе. Егер сен қателік жасап, одан сабақ алсаң, онда сен тәжірибе жинадың деген сөз. Ал енді тәжірибе деген неғұрлым адамда тәжірибе көп болса, соғұрлым оның жұмысы жетістіктері көбірек болады. Сондықтан мен айтуым бойынша әр салада өзінің қателіктері көп. Оны жасамау керек. Оны әр адам өзін біледі. Кеше ғана тауда жүргенде маған жігіт айтады, аға, мына қателіктердің тізімін беріңізші, мен солардан аулақ болайын деп. Мен айтамын, жоқ, әрбір бизнестің қателіктері бөлек. Қателіктер мыңдаған, жүздеген. Ал әр бизнеске тән өзінің қателіктері бар. Мысалы, оны қайдан білуге болады дейді да. Мен айтам, интернеттен табуға бола ма дейді. Мен айтам, оны интернет те білмейді. Сен оны тәуекел басқару арқылы білесіз. Тәуекел басқару арқылы қалай білесіз? Түнде жатарда сен не туралы уайымдайсың? Осындай соны жаз, соның тізімін. Мына өрт болып кете ме деп қорқам, бүйте ме деп қорқам, анаң бағасы өсіп кете ме деп қорқам, анау мен лақтырып кете ме деп қорқам деген сондайдың тізімін жазасыз. Сол ғой сен уайымдайтын, түнде ұйықтамайтын нәрселерің. Соның тізімін жаз. Сол тізімің ол сенің тәуекелдерің, ол қауіп, сенің қауіпің, саған келетін қауіп төнетін осылар арқылы келеді. Соны тәуекел басқару тәсілдерімен содан қашу жағын ойлайсың. Ол тәуекелді басқару 3 ережесі бар. Бірінші тәуекелден қашу, екінші тәуекелді сақтандыру, үшінші оның келтіретін зиянын азайту.